Жаяу Мұса атындағы Ақсу жоғары көпсалалы колледжі мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығынан арнайы пәндер оқытушысы Керейбаева Айжан Сабыржанына. Пән музыкалық тәрбие беру теориясы мен оқыту әдістемесі. Тақырып балаларға арналған музыкалық аспаптарында ойнау. Сабақтың мақсаты студенттерді балаларға арналған музыкалық аспаптармен таныстыру және сол аспаптарда ойнауға баулу. Музыкалық және эстетикалық тәрбиесінде әр халықтың мәдениеті мен өнеріне дұрыс көзқарасты қалыптастыра отырып, оның прогрессивті элементтерін анықтап оқу орындарына қазіргі уақыт талабына сай қолдана білу керек. Мұның бәрі музыкалық эстетикалық тәрбиенің жаңарған түрін қажет етеді. Музыка мектептері, жалпы білім беретін мектептер мен балабақшалары саласындағы ансамбльдердің жұмысы балаларды әсемдік әлеміне жетелеп, оларға эстетикалық тәлім-тәрбие берудің бірден-бір тиімді тәсілі болып табылады. Балалар эстетикалық тәрбие беру міндеті өсіп отырған қазіргі жағдайда музыкалық ойыншықтар мен балалар аспаптарына айрықша рөл жүктеледі. Олар балалардың зор қызығушылығын туғызады. Сондай-ақ бұлар балдырғандарды музыка сферасына қызықтыру, шығармашылық қабілетін жетілдіру мақсатында отбасында да балабақшада да кеңінен қолданылады. Мұндай музыкалық аспаптарды мектепке дейінгі тәрбиелейтін мекемелерде пайдаланудың алуан түрлі мол мүмкіндігі бар. Бос уақытта музыка жетекшісі, әуестенушілік те балалар оркестріндегі ұжымдық орындаулар да осындай мүмкіндік болып табылады. Музыкалық аспаптардың түрлері. Дыбысталуының тәсіліне және дыбыстық сипатына байланысты балалардың музыкалық аспаптары мен музыкалық ойыншықтарын белгілі бір түрлерге топтап бөлуге болады. Дыбыссыздар бұл ойыншықтар музыкалық аспаптарды ғана бейнелейді. Олар дыбыс шығармайтын клавиатуралы пианино, рояль, ойналмайтын шекті домбыра, жарғақты баян және тағы басқалары. Дыбыссыздығына қарамастан олардың сыртқы түрі тартымды әрі ойынды құбылтуға мүмкіндік береді. Балалар көбінесе өздерін музыка жетекшісі дәрежесінде ұстап, үлкендерге еліктей отырып музыка сабағын өткізеді. Пианист, баянист, домбырашы болады. Таныс әндерін орындайды. Дыбыс шығаратындар. Дауысының белгілі биіктігі жоқ музыкалық ойыншық аспаптар, сылдырлауықтар, үшбұрыштар, тағы басқалары. Бір ғана дыбыс шығаратын музыкалық ойыншық аспаптар, сыбызғылар, кернейлер. Бұлардың көмегімен әр алуан ырғақтарды келтіруге болады. Шектеулі әуені бар ойыншықтар, кішкентай органдар, музыкалық жәшіктер және тағы басқалары. Оларда ойнаған кезде балалардың іс-әрекеті механикалық сипат алады. Динамикалық есту қабілетін жетілдіру үшін ойын жағдайына қарай балалар дыбысты өздігінен күшейтіп, бәсеңдете алатын музыкалық аспаптар қолданылады. Оркестрді немесе ансамбльді құрастырған кезде белгілі ережеге сүйену керек. Онда мүмкіндігінше аспаптардың барлық топтарын болғаны жөн. Дегенмен олардың құрамына дыбысы жұмсақ та ақырын шығатын аспаптарды көбірек қолданған дұрыс. Өйткені олар өзінің құрылымы жағынан дәл әрі ойнауға қолайлырақ. Соғып ойналатын үрмелі және аккордеон мен сыбызғылардың аз болғаны жақсы. Олардың дыбыстары дара, ашық, қатты, сондықтан жетігенді және домбыраның дауысын басып кетеді. Оркестрдің шамамен мынадай құрамында болғаны дұрыс. Домбыра 6-8, жетіген 2-3, аккордеон 1-2, үшбұрыштар 2-3, дауылпаздар мен тұяқтар 1-1 аспаптан. Оркестрде балаларды жетекшінің оң жағына төменгі дауыстағы, ал сол жағына жоғары дауыстағы аспаптар орналастыратындай етіп отырғызады. Тек бір текті музыкалық аспаптардан да, мәселен бірыңғай домбыралардан тұратын ансамбль құруға болады. Оқытудың міндеттері. Әр жастағы топтардың музыкалық аспаптармен танысуы әртүрлі формада өткізіледі. Егер ең кішкентай үшін негізінен музыкалық ойыншықтар пайдаланылса, ал ересектер топтағы балалар түрлі музыкалық аспаптармен танысады да, содан кейін біртіндеп ойнау дағдысын игереді. Дайындық тобындағы бағдарламада балалардың музыкалық аспабында ойнау сабақ бөліміне енгізілген. Бағдарламада талабы мынаған негізделген: күрделі емес әуендерді жеке және ансамбльде ойнауды үйрету. Осыған байланысты балалардың оқу процесінде игерген білімі мен шеберлігінің ауқымын қарастырамыз. Балалар мынаны білуге тиіс: аспаптардың аттарын, аспаптардың дыбыстау сипатын, аспаптарды пайдалану және оларды сақтау ережелерін, оларда ойнау тәсілдерін, әртүрлі аспаптардағы жоғары және төменгі дыбыстардың орналасуын, ноталардың аттарын және оларда аспаптардың тілдеріндегі орындарын. Балалар мыналарды үйрену керек: әртүрлі музыкалық аспаптарды ойнаудың қарапайым тәсілдерін, мысалы домбырада ойнаған кезде саусақтарды жеңіл қимылдата білуді, үрмелі аспаптарда ойнағанда дұрыс дем алуды, баянда, пианинода ойнағанда саусақтарды қолайлы орналастыруды, үшбұрышта, дауылпазда ойнағанда қолды дұрыс ұстауды, ансамбльде ортақ динамиканы, ырғақты сақтап ойнауды, музыканы орындауға дер кезінде кірісіп, дер кезінде аяқтауды, қарапайым динамикалық рингтерді пайдалануды,
қарапайым ән өлеңдерді дербес орындауды, есту арқылы жақсы таныс әндерді, әзілдерді талғап алуды, ырғақтық және әуендік әндерді жағынан шығарып айтуды үйренуі тиіс. Балалардың музыкалық аспаптарына арналған музыкалық репертуар көркемдік сапасымен және қолайлылығымен ерекшеленуге тиіс. Ол классиктердің қазіргі композиторлардың халық музыкасының тақырыбы, жанры және ерекшелігі жағынан алуан түрлі шығармаларынан немесе олардың үзіндісінен құрылады. Балалардың музыкадан алған сезімдері көп жағдайда әлеуметтік сипат алады. Репертуарға балалардың көңіліне жақын шығармалар да енгізіледі. Олар жануарлар мен құстар әлемі және тағы басқа қызықты тақырыптарда болуы қажет. Оркестрге арналған шығармаларды іріктегенде балалардың орындау мүмкіндігін ескеру қажет. Балалармен жұмыс істеу тәжірибесінен алынған кейбір ұсыныстар міне осындай. Әуеннің диапазоны зор болмауға, ал әуеннің өзі үдемелі қимылға немесе қайталанатын айналымы бар шағын ғана интервалға құрылуы тиіс. Балалардың музыкалық аспаптарында орындауға арналған репертуардағы шартты түрде былай бөлуге болады. Бастапқы жаттығуға арналған шағын пьеса, дербес орындауға арналған өлең, ұжым болып орындауға арналған пьесалар мен әуендер. Сіздерге тапсырма ретінде осы репертуарларды түрлеріне қарай бөліп, бір өлең немесе пьесадан тауып жазу ұсынылады. Рахмет.